Мына олым сабақтан кеп қой айдап келатыр. Таңертең жіберемін, сосын неге әуетке қарай қой келеді, соны айдап келатыр. Сабақтан келатыр, айдап келатыр деп айдап жатыр. Соны жаңағы олымды осы ғой маған қой алдыртқан. Бұрын қой болған. Мына не дейді? Кеше түнде шешесінің туған күні түнде. Шамқол досым кеп, сонда олым қиялдап жатыр. Не болды десем, қойдың темесі ғой, қой жақсы көреді. Мына не дейді екен? Ей! Аяғыңа кимепсің ғой, сылансың мен кел. Сабақтан келген түрі ғой. Ей! Қой баққан жақсы ма не? Неге? Несі ме сол? Ұнай ма саған? Қой жақсы ма не? Сен сабақтан келесің, қой бағасың. Қиын емес пе? Кетей. Қой байлық па? Қанша қой керек саған? Мың? Сол әке мың қой істеу керек па не? Бағасың ба? Қойшы бағасың ба не? Сабақ оқымайсың ба не? Ақымақ олым ай. Сабақ оқу керек. Молодец. Осындайды, сабақ оқу керек. Не ғой? Мың қой керек па? Мына 45 бас аз ба не? Кішкене аз ба? Қойды көйтейін ба? Мына 5 қыздан кейін көрген олым ғой. Қой дейді. Шынымен қой керек пе саған? Неге? Қыздарды қаратасың ақша тауып қоймен? Ой, жындыл не? Не, қой бар олға ғана қарай ма екен қыздар? Қалан қыздар қарамай қойды ғой. Ақша қарай. Ақша қарай ма? Жаным сол. Аспан жарым. Бұның атын аспан жар деп қойғам да. Содан ренжит маған. Не деп қой дедің атынды? Шахмадияр. Сосын, ана жылқысы көп. Жауынбай, Торсанбай деп. Соларға да қызығын ғой. Торсанбай мен Жауынбай деген бар, жылқылар көп. Солардың атын неге қоймадың деген. Енді Шахмадияр деп айтты. Неге Шахмадияр? Сенің атыңды бүгін мен класстастарым, достарым, группастарым атаң айтқан. Мынаның атын Аспандияр болмаса Ақмадияр қоямыз деп. Сен туып атқанда 5 қыздан кейін көргесін. Сонда класстастарыма, достарымнан сұрағам, кім деп қойық деп. Сонда Аспандияр деп қой деген. Халықтың қалаулысың ғой сен. Менің сүйіктім. Мың қой жасаймыз ба? Келесі жылы осы жерде тұрып, сені түсірем. Бірақ 1000 қой жасаймын, 500 қой жасайтын шығармын. Ниетім бар. Керек пе сондай қой? 500 олса жете. Жете ма? Еше қыздар қаратам дейсің ба? Жындылым ай. Біз ана жақсы көргенде жындаймыз ғой, менің бұзық ұлым ғой.